25 жасқа дейін жасалатын қойған мақсаттарының 5-еуін айтып берейін. Біріншісі бұл барынша көп қателік жасау. Яғни басыма бір нәрсе келе ма, ол қате бола ма, ол нәрсе атпай қала ма, ол не важно. Главное, мен оны жасап көру керекпін. Яғни көп қателік жасаған сайын, мен байқап өмір бойы осы хронологияны қарасам, мені тек қана қателіктер ғана кеп өсірген екен, ал жеңістер емес. Если бастаған нәрсең барлық атып кете беретін болса, ол сені өсірмейді. Ол нәрсе наркоман, ол нәрсе сені наркоман қылып жүруі мүмкін, басқа жолға салып жүруі мүмкін, жаман жолға салып жүруі мүмкін. А когда сен ана жеңілістер де сені тастауы мүмкін, депрессия кіріп та сені асылып қалуы мүмкін, сондай нәрселер бар да. Но в любом случае, егер сен когда көп қиналасың, көп рисковать етесің, сол кезде ғана өсесің. Неге? Потому что сен жеңілік көрдің да, сен жеңілік көргесін, сен жеңістің дәмін білесің да, сол үшін барынша жеңілу керек. Сол кезде саған победа келген кезде, вот, это победа дегенде сен разница болады да. Сен сол дәмді сезесің да, потому что сен жеңіліп келдің ғой. Сен білесің да жеңілістің қандай не екенін. Сол кезде сен жеңістің дәмін білесің да. Кайф та саған, потому что сен қанша рет қадалдың, сәтсіз болды да, есінде сәтті болған кезде сен прям андай ана дәмді енді айта алмаймын, свежий қаймақтың дәмі қалай айтсам болады. Но 25 жасқа дейінгі қойған мақсаттың бірі көп жеңілу. Не емес енді, тупо емес, но оның да бір несі бар ғой, рамкасы да. И в рамках разумного дейді ғой, сол нәрсе да. Көп жеңіліс жасау деген, яғни бұның түпкі мақсаты рисковать ететін қорықпау. Мен бастасам болмай қала ма деген сияқты страхты алып тастау. Потому что бұл кетуі мүмкін или болмауы мүмкін. Но сен жасап көрдің да, потом өкінбейсің. Екіншісі, бұл бізде басыма келген барлық идеяны жүзеге асыру. Мана көп қателіктер болды ғой. Ал енді менде басыма любой зат келе ма, любой идея келе ма, соны түбі жасаймын. 25 жасқа дейін по-любому жасаймын. Қандай қазір дамып идеялар келіп жатыр да, но в любом случае сол идеялар жасап көремін. Ол идея не үшін? Потому что сен қазір өмір сүріп жатырсың да, потом сен 40-қа 30-ға келгенде сол идеямен біреу атып кетсе, потом сен ойлайсың, бастау керек еді ғой деген сияқты. Ең ауыр боль, ол сожалениенің болі деп ойлаймын өзім. Потому что сен ол уақытты, бірінші сен уақытты артық қайтара алмайсың, ол жастық шаққа келе алмайсың. Когда сен энергия мощный кезде, сен когда жас, сен семьяң жоқ да, алдында 3, 4, 5, 6 мың кредитің жоқ. В общем, терять нечего деген сияқты, сол кезде сен рисковать етпегеніне өкінесің да. И сол нәрсе болмау үшін мен сол больдан қорқам да, сол үшін мен всегда барынша тырысамын. 25 жасқа дейін басыма келген дейді. 25 жасқа дейін без даже өмір бақи, но именно қазір 25 жасқа дейін цель қойдым, что басыма келген идеяның барлығын мен жасаймын. Мана түсіндірдім не үшін екен, потому что 30 жастан 10 жылдан кейін сол нәрсе жасамадым, жасау керек деген өкіну үшін да. Потому что өмір тек бір рет беріледі да, а сен оны обычный рутинамен кетіресің да, саған ұнамайтын жұмыс жасайсың да, просто ақша үшін жұмыс жасайсың. Допустим, вахта жасайсың. Адам, когда кішкентай кезінде, өмір сүріп жатқан кезде, ол вряд ли мен өскесін вахтада жұмыс істемейді. Ол мұнда адамдар аз да. И сондай нәрселер, когда сен айлыққа бір жұмыс жасайсың, жұмыс жасаған келмейді, но үйдегілер саған жұмыс істе деп айтып жатыр. Сен сол үшін жұмыс істеген болсаң, сен вряд ли сен бақытты боласың, потому что сен емес та оны таңдаған, ол жолды. Сен басқа нәрсе, может сен вообще суретшісің да, но сен вахтада жүрсің да. Сондай әңгімелер бар да. Сол үшін, сол сожаление болмау үшін, екінші пункт, басыма келген идеялар барлығын жасаймын. Үшіншісі, бұл 25 жасқа дейін без, қазір 25 жасқа дейін деп қойып жатыр, но өмір бақи всегда үздіксіз дамуда боламын. Не үшін? Любой сұраққа, егер сен не үшін деп жауап берсең, ол нәрсе жасалады да. Сен таңертең жете тұрамын дедім, бірақ не үшін деп жауап бермедің ба? Или банально, енді ерте тұрған күшті ғой десең, это сен тұра алмай қаласың 85 күн бойы или 40 күн бойы. Сол үшін сен не үшін дегенің жауабы мощный болу керек. Енді қара, үздіксіз даму, ол не үшін? Үздіксіз даму мен үшін, мен көзім жетті. Мен ең басында даму кезінде маған айтты, сенің ортаң среда да. Если айналаңда ондай дамушы адамдар болмаса, сенің средаң, сенің достарың,
ол кітаптың авторлары болады дейді. Сол үшін көп кітап оқы дейді. Ол сенің средаң болады. Әртүрлі авторлар сенің считай, что сенің окружениең болды. Мен басында солай окружением сол болды. Да? Брайан Трейси болды. В общем, ана алхимик жазған кім еді? Паоло Коэльо болды. И ана Ричард Брэнсон болды. Сон Брайан Трейси соның барлығы болды да. И мен соны оқып мен ол кітаптың авторы ғой да. Сол кітаптың авторлары арқылы сол кітаптарды оқыған, тоже даму үстінде тұрған адамдармен кездестім да. И когда сен бірге дамып отырасың, дамытасың, сен сол даму жолында адамдармен кездесесің да, и сен бірге дамисың да. Сол үшін үздіксіз даму сол үшін. Қазір мен дамып жатырмын ба? Қазір уже мен реальный адамдармен, реальный факттармен, көзбе-көз қазақтың жігіттерінен мен опыттарын көріп, жұмыс істеген нәтижелерін көріп, солардан информация алып жатырмын да, соның окружениеда жүрмін да, сол окружение дамушы ортада. И сол кезде маған больше мотивация болады. Допустим, сен если дәл мен сияқты маған да айтады да, сен қарапайым, мен сен танитын едім, Казгуда жүретін едім, но сен осылай жасап жатсың. Менде больше мотивация болды, потому что аяқтағы Голливудтағы блогерлардың барлығы олар алыс сияқты да, и просто кино сияқты да, как будто бы. А когда сен қасында жүрген адам, Казгуда көрген адам, мында көрген адам жасап жатады, сенде больше мотивация болады, потому что жасады ғой, мен жасай аламын ғой деген сияқты. Вот сол сияқты да. И когда мен Брайан Трейси бәрін оқып жатырмын да, и соны оқып, сол білімнің қолдан нәтижеге жеткен адамдарды көрген кезде, дейсің да, сенде закрепление болады, оказывается келеді екен ғой. И сен больше мотивация аласың. И ол ортаға қалай келдім? Мен мана кітапты окружение қылып алдым бірінші. Потом сол кітаптарды оқыған адамдардың ортасына түстім. Ол өмір солай жасап береді сені. Ол вообще уайымдама, қалай керем деп. Просто әр нәрсе келе ма, сен я деп айта бер. Осы жаққа шақырта ма, я деп айта бер. Сол кезде сен возможность береді саған танысуға. И в общем, үшінші нәрсе всегда үздіксіз даму, потому что мен дамыған сайын менің ортам дамы береді да, и мен дамушы ортаға түсемін. Допустим, ол орта дамымаса да, но мен дамушы ортаға түсемін. Бұл үшінші пункт. Мен мана үшінші, төртінші пункт дегендерім, үшінші пункт үздіксіз даму, төртінші дамушы ортаға кіру болған. И осының барлығын байланыстырып мен бірге сразу айтып жібердім. В общем, бүгінгі видео менің алға қойған мақсаттарымның мен 20%-ның отрывығы мынау. Негізі мен басқа нелерді қойғам, басқа мақсаттарды қойдым. Оны мен ойланамын әлі, бөлісем бе, бөліспеймін бе. Сол үшін видеоларды күтіңіздер. Әлі менде 16 емес енді. Так, оны примерно 14 па 25-ке дейін заттар жазып қойдым, жасалатын заттардың барлығын. Так что бөлісетін боламын. Еще ұнаса, ұнамаса да лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңдер. Ал біз всегда дамимыз, өсеміз, жетілеміз. Nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she